Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін TM41 релесін реттеуін көрсетейін. Бұл реледе жоғарғы екі клеммада 1 мен 2-ге, бұл жерге 220 вольт беріледі. Мінекей розетке қосып отыр. 1 мен 2, 1-де фаза, 2-де 0. Негізі бұл бәрібір фаза мен 0-ды ауыстыра беруге болады. Бірінші сымды мен бұлай әкеліп 3-ке қостым. 3 деген мынау общий клемма, 5 нормально жабық клемма, 4 нормально ашық клемма. Сол 4 нормально ашық клеммаға мына лампочканы қостым. Мына фаза мында келіп тұр, 0, бұлай мына шинка арқылы тоже келіп тұр мына лампочкаға. Енді бұны қалай тексеруге болады жұмысын? Мына мануал деген батырманы басамыз. Жанды. Енді келіп, оны сөндіру үшін тағы басамыз. 2 рет, сонда сөнеді. Бұл жұмыс жасап тұр деген сөз. Ендігі бағдарламасын қою керек. Уақытын қойық бірінші. Ол үшін мына R деген кнопканы басқанда, reset деген кнопка батырма қазір 0-ге шығады. Міне бәрі 0-де тұр. Енді уақытын қойық. Уақытын қою үшін C плюсты басып тұрып, бірінші аптаның күнін қоямыз. W деген week деген сөз, апта деген сөз. Қазір мінекей мына Monday'де тұр, model тұр. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday деген жұма деген сөз. Бүгін жұма күні, осы жұма күніне қойдым. Енді қазір сағат 11-ден 15 кетті. Мынау H деген сағат. Сағат 11. 11-ден 15 кетті. 7, 8, 9, 10, 11. Енді минутысын қойық. 11-ден 15 кетті дедік. Міне сағатын қойдық. Ендігі келесі мәселе бағдарлама. Бағдарлама қою үшін мына кнопканы пайдаланамыз. Бұны бір басамыз. Бір басқанда міне қараңыз. 10 деген, 1, 10 деген шықты. 10 деген қосу деген сөз. Ол сағат нешінде қосылады деген нәрсе. Маған мысалы бұл тауық қораға таңмен сағат 7-де жарық қосу керек маған. Сондықтан бірінші мына аптаны қоямыз. Көрдіңіз бе? Қара. 4-ші күн, 5-ші күн, 6-ші күн, 7-ші күн. Тағы басқанда міне бәрі шығады. Дүйсенбіден жексенбіге дейін барлық күні жанады деген сөз. Енді сағатын қоямыз. Маған сағат нешеден басталып жүру керек? Мысалы, сағат таңғы 8-де дейміз, таңғы 8-де свет жансын дейміз. 10 сағат 8-де аптаның барлық күндерінде. Енді тағы бір басқанымызда енді off деген шықты. Бірінші циклда off деген сөндіреді деген сөз. Сөндіру деген сөз. Сөндіруін тоже бірінші неден бастаймыз? Аптаның күндерінен. Мінекей. Осылай апарып. Маған осылай керек. Дүйсенбіден жексенбіге дейін. Кешкі сағат, мысалы, нешеде дейміз? 19:00-да свет сөнсін дейміз, да, мысалы. 11, 12, 13. Кешкі 8-де сөнсін дейміз. Минутысын қойға болады, бірақ маған минутысы керек жоқ. Сондықтан осылай қалдырамыз. Мынаны басқанда қайтан өзі шығады. Мінекей қараңыз. Мына авто деп жазу тұру керек. Мына бүгінгі күн жұма, қазіргі сағат, уақыт. Болды осы. Осылай енді күн сайын таңғы 7-де жарық жанады, кешкі 8-де сөнеді. Көп рахмет тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге. Сұрақтар болса, сұрай беріңіз, комментарий жазыңыз.